Әкеміз Ыбырайұлы Жақсылық 1932 жылы 20 тамызда Қармақшы ауданы Қызылтам ауылы Бескепе қыстағында дүниеге келген. Анасы Бибажар 5 жасында қайтыс болғаннан кейін, әкесі Ыбырай, ағасы Мешітбай тәрбиелеп өсірген. 1938-1948 жылдар арасында Қармақшы ауданында мектеп-интернатта білім алған. 1948-1953 жылдар арасында Қызылорда қаласында Гоголь атындағы институтта қазақ тілі әдебиет мамандығында білім алған. 1954-1957 жылдар арасында әскер қатарында болған. Алғашқы ұстаздық жолдарын 1953 жылы бастаған. 1956 жылы Әбен қызы Орынкүлмен отбасын құрады. 1957 жылдан бастап 1995 жылға дейін мұғалімдік, мектеп директорлық қызметін атқарып, өз ұжымына сыйлы да үлгі тұтарлық жан болды. Ұстаздық жолында қаншама шәкірт тәрбиелеп, 1980 жылы Қазақстан Республикасының ағарту ісінің үздігі төсбелгісімен марапатталған. 1995 жылы зейнетке шыққан. Асқар таудай ардақтаған әкедің, ардақтаған әкеге кім жетеді? Қиын екен қимас жаннан көз жазу, қоштасқалы 24 жыл өтеді. Кім келіп дүниеден кім кетпеген, ащы қайғы кімдерді жүдетпеген, еске алып дұғасына жиналайық, ұрпақтың парызы ғой тірі жүрген. Анамыз Әбен қызы Орынкүл 1935 жылы 25 мамырда Бұқарбай Батыр ауылында дүниеге келген. 10 бала дүниеге әкелген батыр ана. Оның төртеуінен 1972 жылы иіс тиіп, бір мезетте айырылып қалды. Сол қайғыға қайыспай төзе білген қайсар анамыз. Небәрі 6 жасында сұрапыл соғыс кезінде тылда еңбек еткен. 2005 жылы жеңістің 60 жылдығына орай тыл ардагері төсбелгісімен марапатталады. 2020 жылы 85 жасында ардақты анамыз дүниеден озды. 4 жыл болды дүниеден өткеніңе, қоштасып бізден мәңгі кеткеніңе, рухыңа бас иіп еске аламыз, амал бар ма тағдырдың өткеліне. Бауырымыз Жақсылықұлы Сейтқасым 1977 жылы 8 тамызда Қармақшы ауданында дүниеге келген. 34 жасында дүниеден озды. Артында жұбайы 3 қызы қалды. Еске аламыз, сағынамыз өзіңді, ақ көңілді жан едің ғой, неге өмір қысқа болып берілді. Сағынамыз, сарғаямыз жабыға, қайғы мұңды көтерерміз жабыла. Қара жерді сен жатырсың жамыла, көзімізден ыстық жастар ағыла. Бауырымыз жылағаннан оралмас, сыр шертеміз жүрегімізде ауыр тас. Есімізден жылдар өтсін жойылмас. Еске алушылар, ұл қыздары, бауырлары, немерелері.